1945 жылдың 2 мамыры. Европа құрлығындағы соғыстың соңғы күндері. Қызыл армия Берлинді шабуылмен алды. 7 мамырда нацистік Германия сөзсіз капитуляция акциясына қол қойды. Бірақ бұл екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуын білдірмеді. Азия мен Тынық мұхит аймағында Жапон империясының әскерлері одақтастармен қызу қақтығыстар жүргізіп жатты. 9 тамызда Кеңес әскерлері солтүстік Қытайда жапондарға шабуыл жасады. Біздің операцияның нәтижелері бүкіл әлемді есеңгіретті. Миллион сарбаздан тұратын Квантун армиясы небәрі 3 аптада талқандалды. Бұл шабуыл екінші дүниежүзілік соғыстың соңғы әскери операциясы болды. Бұл әлгінге дейін әскери академияларда ірі қоршау операциясын жылдан әрі шебер орындаудың үлгісі ретінде зерттеліп келеді. Манчжурияда Қызыл армия 640 мың жапон солдатын қоршауға алып тұтқындады. 45 жылдың 2 қыркүйегінде Жапон қолбасшылығы капитуляция акциясына қол қойды. МакАртур ойлағандай 1,5-2 немесе 5 жылға созылудың орнына соғыс бізсіз небәрі 3 аптада аяқталды. Кеңес әскерлер Азияның ең қуатты армиясын қалай талқандады? Жапония қандай шарттарда тізе бүкті? Манчжурия халқы Қызыл армияны қалай қарсы алды?